Рамазан айы мұсылмандар үшін ерекше кезең. Бұл айда ораза ұстап, рухани дамуға, тақуалыққа жетуге тырысамыз. Бірақ бұл айдың берекесін толық сезіну үшін оған алдын ала дайындалу өте маңызды. Алла тағала Құранда былай дейді: кімде-кім осы дүниеде өзін тазартса, расында ол игілікке жетеді. Бұл аят Рамазанға дайындықтың негізгі мәнін көрсетеді: рухани және физикалық тазалық. Рамазанға дайындықтың негізгі қадамдары: ниет пен рухани дайындық. Аллаға шынайы ниет ету. Рамазанды пайдалы өткізу үшін жүрегімізді тазарту қажет. Рухани мақсатыңызды анықтаңыз. Өзіңізге сұрақ қойыңыз: мен Рамазаннан не күтемін? Қандай жаман әдеттерден арылуым керек? Күнәлардан арылып, тәубе ету. Шынайы өкініп, күнәларымыздан арылуға тырысу ең маңызды қадам. Құран мен дұғаға көңіл бөлу, Құран оқуды дағдыға айналдыру. Рамазан Құран түскен ай, сондықтан бұл айда оны оқып, мағынасын түсінуге мән беру керек. Күнделікті дұғаларды жаттау, маңызды дұғаларды есте сақтап, әр күн сайын қайталауға дағдылану. Тарауих намазын алдын ала үйрену. Тарауих намазы мешітте немесе үйде оқуға дайын болу. Денсаулықты жақсарту және физикалық дайындық. Тамақтану тәртібін реттеу. Күнделікті сәресі мен ауызашар уақытында дұрыс тамақтануға бейімделу. Газдалған сусындар мен ауыр тағамдарды азайту. Ораза кезінде асқазанға ауырлық түспеу үшін дайындалу. Ұйқы режимін қалыптастыру. Сәресіге тұру және қадір түні құлшылық ету үшін ерте ұйықтауды үйрену. Қайырымдылық жасау және адамдармен қарым-қатынасты жақсарту. Кедейлерге көмектесу. Қайырымдылық жасау Рамазанның маңызды бөлігі. Ата-анаға, туған-туыстарға қамқор болу. Рамазан отбасы мүшелерімен қарым-қатынасты жақсартатын уақыт. Өсек аяңнан, жаман сөздерден алыс болу. Тіліңізді жаман сөздерден тыйып, сабыр сақтауға дағдылану. Күнделікті жоспар жасау. Рамазан кестесін жасау. Құран оқу, намаздар, дұғалар және қайырымдылық істерін жоспарлау. Тамақ дайындауды алдын ала ойластыру. Сәресі мен ауызашар мәзірін алдын ала жоспарлау уақыт үнемдеуге көмектеседі. Дұғаларды, зікірлерді қайталау. Рамазан бойы тілейтін дұғаларыңызды алдын ала дайындау. Рамазанға дайындалу бұл тек физикалық емес, рухани процесс. Бұл айда жүректі тазартып, ізгі істерге көңіл бөліп, өзімізді тақуалыққа тәрбиелеуіміз керек. Дайындық неғұрлым жақсы болса, Рамазан айының пайдасы да соғұрлым көп болады.